Баршаңызға сәлем, бұл Проспектус бизнес клубының YouTube желісіндегі Дінмұхамед Рахат мырзамен сұхбат айдары. Бүгінгі біз сұхбатымызда Проспектус бизнес клубы қалай құрылды, қандай нәтижелер берді, сол туралы талқылайтын боламыз. Қош келдіңіз Рахат аға біздің студиямызға. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы. Өте керемет. Рахат аға, бүгін біздің сұхбатымыз негізінде осы Проспектус бизнес клубының өзіңіз құрушысы, жетекшісі ретінде бұл клубты қалай құрдыңыздар, қандай мақсатпен құрдыңыздар, не үшін құрдыңыздар, сол туралы айтып кететін болсаңыз. Проспектус бизнес клубы негізі 2016-та құрдық. Август айының 26-сына ашылғанбыз официально. Ең басты мақсат мен сол кезде 2015-нің аяғына таяу желтоқсанда біз Шымкентке көшіп келдік Алматыдан. Сол кезде бизнестерді, барлық нәрселерді осы жаққа көшіріп, ол кезде визамен айналысып жаттық. Қазір де айналысамыз. Виза орталығын, яғни әртүрлі мемлекеттерге виза ашамыз. Шымкентке келген кезде мен бірінші очередь өзім секілді кәсіпкерлер ортасын іздедім. Кәсіпкерлер ортасын. Яғни, өйткені Алматыда оған дейін бізде Men in Business деген клуб болды. Біздің жоғары жасы үлкен кәсіпкер ағаларымыз біреуі MIB деген клуб ашқан болатын. Сол жерде сол ортамен жүріп, соға барып, іс-шараларға барып жүрдік. Ең соң сол клубқа кірмекші болатын. Бірақ пландар өзгерді, Шымкентке көшетін болдық. Шымкентке келген кезде осындай орта іздедім и таппадым. Амал жоқ, Алматыдағы клубқа барып тұрам деген ой планда болды. Ойластыра жүріп, неге осы клубты өзіміз ашпасқа деген ойға келдім. Шымкентте қарадым, сонда орта жоқ. Кәсіпкерлердің движениесі, кейпеш болатын жерді іздедім. Ондай орта болмағаннан кейін сол ортада неге ашпасқа деп осы Проспектус кәсіпкерлер клубы. Басында джентльмендер клубы деп бастағанбыз. Джентльмендер, онки джентльмендер, сол джентльмендер ортасы ретінде бастадық. Логотипі де басқа, жылқының суреті болатын, логотипті джентльмен сурет тұратын, ондай галстук киіп алған, шляпа киіп алған. Кейін біз бизнес клубқа айналдырдық, себебі жалпы бизнес клубқа тек ер кісілер емес, олардың бизнесін дамыту жан-жақты, және де әйел кісілерде бұл клубқа мүше болу үшін жалпы бизнес клубқа айналдырдық. Құрған мақсатымыз өзіме орта іздедім. Негізі кез келген бір кәсіп, кез келген бір бастау жоба адамның обычно бір өзінің бойынан исходить етеді. Мысалға, менің бойым сол кезде орта іздедім, ол орта болмағаннан кейін өзіме де орта керек болды. Өзім секілді менен де жоғары мықты кәсіпкерлер ортасын іздедім. Сол ортаны неге өзіміз құрмасқа деген оймен құрдық та. Басқаларға да сондай мен сияқты единомышленниктер, мен сияқты орта іздеп жүрген адамдар бар шығар деген ниетпен осы ортаны құрдық. Біздің бірге араласатын кәсіпкер жігіттермен ақылдаса отырып, сол бизнес клубты құрып, презентациясын жасап, мүшелерді қабылдап бастадық. Басты мақсатымыз кәсіпкерлердің санына көбейту. Қазір бүгінгі таңдағы Проспектус миссиясы қарым-қатынасын жақсарту және де сапасын жақсарту. Ол деген сөз кәсіпкерлер санын қалай көбейтеміз? Біз бизнесті бастау бойынша көптеген курстар жасадық. Көптеген адамдар инвестиция тартып, кәсіптерін бастады. Ал сапасына келетін болсақ, бұл яғни бизнесі бар адамдарды ары қарай бизнестерін үлкейту, көркейту, өзінің кәсібін және өзін дамыту. Қарым-қатынас дегеніміз, яғни орта арқылы, клуб арқылы бір-бірінің арасындағы қарым-қатынасты дамыту. Енді сол миссияны қазір 2019-да біз Қазақстанда алғашқы онлайн клубты бастадық. Қазақстанда жалпы қазақ аудиториясында как минимум бұндай онлайн клуб жоқ еді. Біз алғашқы онлайн клубты бастадық 2019-да конференция форматында салтанатты ашылуын өткіздік. Бүгінгі таңда сол клубты дамытып жатырмыз. Онлайн форматта біздің кез келген онлайн курсымызды адамдар мүше болу арқылы кез келген курсымызды алады да. То есть абонемент алады, жылына мысалы белгілі бір абонемент алады да, фитнес клубқа келгендей біздің бизнес клубқа мүше болады. И
анда-санда біз разбор жасап тұрамыз, жаңа әрдайым жаңа шыққан курстарды алып отырады. Былайша айтқанда кәсіпкерлерді бір жыл бойы соны дамыту, соны бастадық. Жалпы жасалып жатқан нәрселер осы. Түсінікті. Негізінде барлық қандай болмасын, дүкен болсын, белгілі бір үлкен компаниялар болсын, атауы маңызды, иә? Атауына қарап, оны зерттеп барып қояды. Ал сіз не үшін проспектус деп қойдыңыз? Және проспектус деген не мағынаны білдіреді? Проспектус деген бір мағынасы бұл даңғыл, яғни үлкен даңғыл жолы, проспект. Сол даңғылмен, өмірдің даңғылымен, мықты жолмен жүру, табысқа жету деген сияқты. Кәсіпкерді басынан аяқ сол даңғылда бірге жүру. Екіншіден, оның жаңағыдай кәсіпкердің белгілі бір потенциалы бар адам деген мағынасы бар. Яғни будущий миллионер, будущий жаңағы мықты үлкен кәсіпкер деген мағына жатыр. Біз енді бұны басына проспект деген сөз болды, содан біз ус деген сөзді қосып проспектусты бастадық. Мағынасы сол әрдайым стартапер ретінде қалу. Яғни бір адам үлкен даже жетістікке жеткен де болуы мүмкін, бірақ кез келген уақытта ол кішіпейіл болып стартапер ретінде сезініп, всегда жаңа жобалар жасап отыру. Яғни бір нәрсемен тоқтамау. Сол үшін біз проспектус деп сол атқа келдік. Бірақ та ол атты шыны керек маған ұсыныс болды, әртүрлі варианттар. Мен соның ішінен проспектусты таңдадым. Проспект деген вариант болды, мен усты қосып, командадағы жігіттер ұсыныс білдіріп, сол атты таңдағанбыз. Сол жалпы проспектус деген негізі атының өзі греческийге бір табан жақын. Енді маған қатты ат таңдауда әсер еткен нәрселердің біреуі бұл Америкада оқу барысындағы университеттердің атауларындағы девиздер. Мысалға, кез келген университетте бір не болады, девиз. Мысалға, біздің Техас университетінің девизі дисциплина, civitas деген сөздер болады, түсініктемелер, яғни дисциплинированность, немесе жаңағы цивильность деген сияқты. Мысалы, Гарвард университетінің несі түсініктемесі veritas, шындық және реальность деген мағына білдіреді. Яғни бір құндылығы белгіленеді, сол университеттің құндылығы жазылған девизі. Сол себепті және де тағы греческий аттар таңдауымызға себепші бұл мысалға Гарри Поттер қатты әсер еткен. Кезінде біз Гарри Поттер кітабын оқып, неше түрлі нелер бар. Мысалға проспектус. Кезінде даже университетте Петролиус деген организация ашқан. Сізде мұнай саласында оқып жүрген студенттердің организациясы Америкада. Соны жыл басқардық, неше түрлі адамдар соған мүше болатын. Негізі басы сояқтан басталған Америкада. Сол осындай жұмыстарға құлшыныс деген университет кезінде басталды. Сонда клуб, мүшелік деген сияқты. И соны енді біз бизнес саласында алып келдік, и сол ортаны бастаған болып жатырмыз. Тағы да бір сұрақ, проспектус бизнес клубының басқа осы Қазақстандағы қазақы орталардағы бизнес клубтар бар ғой, соларға қарағандағы ерекшелігі. Яғни бір саты жоғарғы тұратын бір ерекшелігін айтып өтсеңіз. Именно қазақи клубтар. Қазақша, қазақи клубтарға қарағанда басқа орысшаларды есептемей қояйық, басқа Россиядан немесе Америкадан алмай қояйық, именно қазақша. Наверное, мынаған кеп тіреледі. Почти ең алғашқы кәсіпкерлер клубы десек те болады да, қазақи аудиторияда. Даже мысалға бізде әйгілі трансформатор клубы болды, российский, қазір клуб 500, или там басқа да клубтар көп қой, СНГ-да. Олардың өзі 2017-те ашылған, біз 2016-да басталғанымызда. Жалпы ескі клуб, былайша айтқанда негіз, бұның тарихы, что бірінші очередь ең ерте басталған клубтардың бірі қазақи салада. Екінші бұл клуб Шымкентте орналасқан, басқа қалаларда емес, Алматы, Астанада емес, бұл Шымкенттен шыққан клуб. Енді дальнейшем басқа қалаларға қазір серіктестер іздестіріп жатырмыз. Онлайн клубқа және дальнейшем офлайн миллионерлер клубына да серіктестеріне аламыз. Дәл қазір онлайн клубқа серіктестер іздеп жатырмыз. Басқа қалаларда да ашылатын болады. Үшінші, бұл клубтың басты ерекшелігі, біз қатты инвестицияға көңіл бөлеміз. Яғни кез келген бизнесте ең актуальный темалардың біреуі бұл инвестиция
яғни ертелі кеш үлкен проект жасау үшін үлкен суммада инвестициялар қажет. Кез келген дүние жүзінде көрген компанияларды қарасаңыз, бәрі мықты инвесторлармен бірге көтерілген. Сол үшін бізде сол нәрсе ерекшелендіретін. Төртінші, бұл клубтың, бизнес-клубтың духовный атмосферасы, яғни орта. Бұл жерде тек бизнесті қаржылай, бизнес саласында даму ғана емес, өзін духовный жағынан да даму, яғни рухани құндылықтарды сақтау, бірге алып жүру. Өйткені адам қаржылай дамыға байыған сайын, духовный да, рухани да баю керек. Өзінің қазақи құндылықтарын сақтап, оны дамытып, өзінің мұсылман екенін ұмытпай, бірге алып жүру керек. Яғни біздің девизіміз, айырмашылығы, главный, даже біздегі кітапты шығарғалы жатырмыз ғой. Бизнес және құлшылық, яғни духовный әлем бірге, материальный и нематериальный рухани әлемді бірге алып жүру. Өйткені біз тек мына дүниеде өмір сүрмейміз, бұл жерде уақытша жүрміз. Сондықтан да бізге маңыздысы бізге бесконечность, бесконечный әлемге инвестиция жасау. Вот инвестиция деген кезде тек инвестор инвестиция емес, бизнеске. В целом, сондай духовный ответственностьтеріміз, яғни ценностьтеріміз, құндылықтарымыз бар. Сонымен бүгінгі сұхбатымыз өте жақсы болды. Бұл тек қана бастамасы, достар. Бізбен бірге болыңыздар. Проспектустың бүгін біз қалай құрылғанын білдік, басқа клубтарға қарағанда ерекшелігін білдік, және де қандай адамдар керек екендігін білдік. Сол үшін де біздің сұхбатымыз Рахат ағамен бірге әлі де жалғасын табады. Біз Проспектус клубында курсына қатысқан, клубында мүше болған адамдар туралы білетін боламыз. Көптеген қызықты мәліметтерді білу үшін бізбен бірге болыңыздар. Жақсы, рахмет. Сәлемет болыңыздар. Енді каналға подписать ету керек емес пе? Ету керек. Сонымен, достар, біздің Проспектус бизнес клуб каналына тіркеліңіздер. Астына комментарий жазып кетіңіздер. Міндетті түрде лайк басыңыздар. Күтеміз.